Аляскада тұратын отбасы өздерінің жаңа жылдық ойыншықтарын ғаламторға орналастырды деп хабарлайды BBC. Енді кез келген интернет қолданушы бөтен үйдегі мерекелік түрлі жылтырақ безендірулерді шалғайда отырып өз қалауынша орналастыра алады. Азаматтарға веб-парақша арқылы терезеге жарық беру, баспалдақ пен есіктің жақтауларын әдемілеп, үйдің бақшасы мен шыршасын безендіруге мүмкіндік берілген. Бүгінде бұл парақша минут сайын жүздеген адамның назарына ілігіп, сайттағы жарық шоу өзгеріп тұрады. Аляскалық Кен мен Ребекка Вудстердің баспанасын жаңа жылдық гирляндалармен безендіруді онлайн әлемге көшіргеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Бірақ бұған дейін олардың бұл бастамасы кеңінен қолдау таппай келген еді. Алайда тапқыр отбасының танымалдығы биыл күн санап артып келеді. Өз үйін түрлі жарықтармен безендіру жүйесін ойлап тапқан мистер Вудс ақпараттық технологиялар ісінің маманы. Жарықтарды ауыстыратын арнайы құрылғы орналастырылған жәшік компьютер арқылы басқарылады екен. Әрі үйдің әр жеріне орнатылған жарық шамдар үшін порт жүргізілген. Мистер Вудс қажет болған жағдайда тікелей эфир арқылы баспанасының тәулік бойы қалай құбылатынын бақылай алады. Айта кету керек, ерлі зайыпты Вудстердің үйі оқшау орналасқан. Сондықтан көршілері түрлі жарыққа көмілген үй үшін шағым түсіре қоймапты. Күле білгеніміз, өмір сүре білгеніміз. Алайда Атлантик журналының тілшісі Джоли Бек осы бір қанатты сөзді теріске шығармаққа талпынады. Автордың айтуынша, өмірге позитивті көзқарас ұзақ ғұмыр сүрудің кепілі бола алмайды. Соңғы кезде ашылған ғылыми жаңалықтар да осыны дәлелдепті. Мәселен, Million Women Study жобасының аясында ғалымдар денсаулығы тамаша деп танылған жасы 50 мен 69 аралығындағы әйел азаматтардан бақыт, қанағат, демалыс пен стресс туралы сауалдар қойып, олардың ойын білмек болыпты. 10 жыл бойы зерттеушілер арнайы электронды базаны тізіп, осы ауқымды жобаға қатысушылардың қаншасы неден бақилық болғанын анықтайды. Осылайша адамның о дүниелік болуы бақыт пен бақытсыздық деген кең таралған ұғымдарға үш қайнаса сорпасы қосылмайтыны мәлім болған. Әлемдегі ең қауіпті не нәрсе деген сауалға қалжыңбастар кереует деп жауап береді. Өйткені көп адам дәл осы кереуетте жан тапсырады. Бұл әзіл тым дөрекі болғанымен оның шындыққа жақын екендігін мойындау керек. Ал бұл жағымды жаңалықтың өкпешіл жандардың көңілінен шығары анық дейді ғалымдар. Американың Нью-Мексико штатындағы Белен шаһарында христиандардың басты мерекесі дау-дамайдың ошағына айналып кетті деп хабарлайды Christian Today. Діннен безгендер хорының белсенділері қала саябағында орнатылған рождестволық балабақшаны алып тастауды талап еткен көрінеді. Бірақ қала тұрғындары мен әкімшілік оларға қарсы шығып, өз құқықтарын қорғап қалды. Белен шаһарының мэрі Джерри Кардоба Рождество мерекесін қорғаушылардың алдыңғы қатарынан табылды. Соңғы жылда ақшта атеистер мен Рождествоны тойлаушы жамағаттың бастары піспей келеді. Мен өзімді табиғи әрі шынайы нәрселерді құрметтейтін және бағалайтын саналы адаммын деп санаймын. Тура жолдан тайғым келмесе де жылына бір рет осалдық танытатын бір кез бар. Бұл жаңа жылдық шыршалар жаппай сатылатын қарбалас кез. Америкалық Today басылымының журналисі Кавита Варма Уайт өз мақаласын өмірлік ұстанымындағы ауытқушылықтарды осылай мойындаудан бастапты. Жасандылық, әрі соған бойұсыну. Сондықтан әр нәрсені өз атымен атап, ақиқатты мойындаған абзал. Шынтуайтына келгенде, біздер құлдығыратын шыршалар бар болғаны жасанды ағаштар, әрі оларды шын ағаштан ажырата алмайсың. Пластик материалдан жасалған бұл шыршаларға түрлі жылтырақ безендірулер ілінеді, әрі олардың қылқан жапырақтары ешқашан қурамайды, мәңгі бақи жап-жасыл болып тұра береді. Тіпті инелері де шашылмайды. Керек десеңіз, бұл жасанды шыршалар суға да аса мұқтаж емес. Оларға үйіңіздің төрі немесе бір бұрышы да жеткілікті. Ұлттық Рождестволық шырша қауымдастығы 2011 жылы жүргізген зерттеу кезінде осы мереке күндері 13 миллион жасанды шыршаның сатылғаны мәлім болды. Ал 21,5 миллион адам баудай қырқылған жасыл желекті сатып алыпты. Биыл үйімнің төріне бірден 3 шырша жайғасты. Оның біреуін балаларым түрлі жылтырақ әшекейлермен безендірді. Екіншісіне ойыншық пілдерді өзім ілдім. Ал үшіншісінен отбасылық фотосуреттеріміз орын тепті деп жазған Кавита Варма Уайт мақаласының соңында үйіне келген қонақтар шыршаны көріп тәнті болғанда, иә, бұл нағыз шыршалар, нағыз жасанды ағаштар деп жауап беріпті.